Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Бүгінгі видеода екінші бөлім үй салып жатқан құрылыстың кабельді монтаждау немесе ішке электр сымдарын кіргізу. Сол бойынша көресіздер. Менің каналымда толық учасканы сатып алып, ескі үйді бұзып, жаңа үй көтергенім жайында толық видео бар, соны да көрсеңіздер болады. Мені қазақша контент түсіріп жатқаным көпшілікке ұнады, қолдауларыңызға рахмет. Ары қарай қазақша түсіруге бел будым. Электромонтаждық жұмыстар бастамас алдын міндетті түрде проекті болған дұрыс. Менің жағдайымда проект сызбас бұрын қабырғамызбен ақылдасып, қай жерде қандай техника тұратынын біліп алдық. Одан кейін әріптесім шетелдік компанияда бірнеше жыл жұмыс жасаған тәжірибесі бар инженер электрик досыма айттым. Ол арнайы проект жасатты. Бұл проектті көз алдыңызда көріп тұрсыздар. Қазір нақтырақ көрсетем. Проекттің бір жақсы жері қанша кабель, қанша материал кететіні және қай жерге не орналасатыны жақсы көрсетілген. Осыған қарап мен көтерме сауда орталығынан барып, керекті материалдарды сатып алдым. Әрине барынша сапалы және ең қымбатын алуға тырыстым. Осы видеода чегін де көріп кетесіздер. Сол алған чек өткен жылдың мамыр айында болған сауда. Әрине бағалар өзгеріп жатыр, доллар күнделікті шарықтап жатыр, бірақ дегенмен салыстырмалы түрде көрсеңіздер болады. Бұл жерде бір нақтылап кететін бір жайт, ВВГНГ атауы бар кабельді алуға шештім. Бұл оның ішінде шамалы қымбатырақ түрі, қазір түсіндіріп кетейін. ВВГНГ бренді мыс өткізгіштері бар қуат кабель болып табылады. Оның құрамында мысалы винил жалаң жанбайтын дегенді білдіреді. Яғни басқа кабельдермен бірге төселген кезде жануды ары қарай таратпайтын немесе тарқатпайтын винил қабықшасы бар. Және оқшаулары бар мыс кабель деген сөз. Монтаждау жұмыстарына тәжірибелі бір таныс жігіттерді жалдадым. Олар жұмысын толығымен атқарып тез аяқтады. Жұмыс ақысы шамамен 160 мың теңге болды. Так, заземление кетті, гофра. Мынау екі включатель. Екі жандікі. Арттікі? Арты, алды бар. Осы жерде ма? И біреу розетка. Жоқ, кеттік онда. Освещениесі бар. Ананың бір включатель. Алтыншы навеска. Біреу розетка, біреу осы менің включатель. Осы бөлменікі, да? Бір қошқаны. Розетка. На кухня. Розетка. Розетка. Каждый отдельно. Все. На жерге, ана жерге розетка. Розетка, Включатель. Но розетка, да? Бұл бір су толқын. Не анда да розетка бар. Спальнитка. Екі розетка, включатель. Розетка, телевизорға. Так, мынау розетка телевизорға. Мынау не еді бізде? Екі включатель. Включатель, екі бөлінеді ғой. Екі жақтың включателі. Мынау кондерка. Болды. Екі жақтың жағынысы. Не берді? Освещениесі. Мына жағына бір розетка айтылған. Все. Тоже кондер, розетка. Розетка, включатель и розетка. Артық қалды кабельдер, Мыналар керек емес па, негізі керек бола ма? Ақ кабельдер ертең керек болады. Времени освещениеге де болады ғой. Екі освещение бар төбеде. Ана үшіншісі галогенге. Галогенге? Ана жоқ. Кондер, розетка. Включатель розетка. Телевизор. Розетка, включатель. Объем, в принципе, понятно. Розетка, включатель, освещение. Мына да, в принципе, түсінікті ғой уже. Түсінікті, подвал. Екі жаққа. Мынау бұраныкі, екі жағына істелініп тұр. Бірдей. Нерде включатель, и лампочка. Мына жерде сыртында тұр, шығып тұр. Анау сыртта біреу анерден шығарып қойған, осы сыртына. Мынау нет, бұл включатель. Включатель розетка бар қасында. Бұл включатель осы бөлменікі, осы жер. Все. Еще включатель розетка. Освещениесі розетка.
Телефонда қайта жарықтау сияқты ғой қарағанда. Розетку включать и розетки екі розетка. Видеода толығымен электриктің әр бөлмеде не орналасқанын түсіндіріп кету жайында видеоны толығымен сақтап қойдым. Үй салып жатсаңыздар міндетті түрде керек болар. Мына жерде сыртқа шығатын баспалдақ ауа райынан қорғау мақсатында шатыр қойдым. Келесі қадам бізде сылақ жұмыстары еді. Әрине ішінен кабель жібергеннен кейін міндетті түрде сылау болды. Бұған көрші елден ұсталарымыз келді, экспат десек те болады. Жақсы жұмыс атқарады екен. Қазір көрсеңіздер болады. Бұл жерде жұмысты бастап жатқан сәті әдемі. Бұған сыртынан тағы бір тонкий не істейді. Бұдырлар көрінбейді. Не деген түзу стена. Бұны істеп атқан Икрам, Икрам ұста. Қолындағы даже оқтаудың өзі қисық қойна дуалдың қасында. Қарашына бұдыр-бұдыр. Былай салыстырсаң. Айттым ғой, оқтау қисық шамалы. Арасында осылай әзілдеп, жігерлендіріп те қоямыз. Көңіл күйі көтеріңкі болсын деп. Жұмыстарына сөз жоқ. Маған өзіме қатты ұнады. Өте дүп түзу қылып жасайды екен, әрбір қабырғасын былай қарап тұрсың. Ешқандай мін таппайтын сияқтысың. Бұл ұсталар жұмыстарын толығымен атқарып өтті. Әрбір квадрат метрі 2000 теңгеге шықты. Айтылған уақыт бойынша бұлар 10 шақты күннің ішінде толығымен жер төлеммен қосқандағы жұмыстарын барлығын аяқтады. Қазіргі көрініс, біткеннен кейінгі көрініс көріп жатсыздар. Өзіме керемет ұнады, сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Енді келесі қадамды ойлап жатқан кезім ғой, енді не істеу керек деп. Бір ойда үйдің төбесін жылыту керек. Ол жайында да қазір келесі видеода көре жатарсыздар. Айтпақшы айтайын дегенім, мен видеомды қараған адамдардың 90%-дан жоғарысы тіркелмеген екен. Тіркеліп кетсеңіздер, келесі шыққан видеоларды міндетті түрде өткізіп алмайсыздар. Үйде адам болмағандықтан ба, терезені біреу сындырып кетіпті. Оны тапсырыс беріп, ауыстыруға мәжбүр болдым. Осы жерге дейін көрсеңіздер, сіздерге рахмет. Келесі видеоны өткізіп алмаңыздар. Ол жерде үйдің төбесін жылытам және қандай материал пайдаланған жөнінде толық видео шығарам.